Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Бүгін біз сіздерге қызылша диетасы туралы айтатын боламыз. Салмақ жоғалтуға арналған диеталар өте көп. Оңтайлы диетаны іздеу үшін әртүрлі факторларды, соның ішінде өнімнің калориялылығына, аллергиялық реакцияның пайда болуын және дәмдік тағамдардың ескеру қажет. Арықтау қызылшасы әртүрлі формада және формада қолданылады. Бірақ диетаны жасау кезінде ескеру керек жалпы принциптер бар. Салмақ жоғалтуға арналған қызылша диетасы көптеген оң пікірлерге ие. Бұл оны танымал етеді. Қызылшаның салмақ жоғалтуға пайдасы. Бұл тамыр жемісте денеге пайдалы дәрумендер мен минералдардың көп мөлшері бар. Құрамының арқасында қызылша салмақ жоғалту үшін бір қатар пайдалы қасиеттерге ие. Айырбас процестерін жеделдетеді, тәттілерге деген құштарлықты азайтады, ас қорыту жолын жақсартады, организмнен токсиндерді шығарады, ісінуді жеңілдетеді және сұйықтықтың ағзада қалуына жол бермейді. Сонымен қатар диетадағы қызылша көңіл-күйді жақсартуға өте жақсы. Тағы бір пайдалы сапа бұл калория мөлшері төмен. Өнімнің 100 граммына 42 калория ғана келеді. Табиғи салмақ жоғалту сонымен қатар холестеринді организмнен шығаруға және бауыр жасушаларында липидтер алмасуына қалыпқа келтіруге байланысты болады. Арықтау қызылшасы әртүрлі рецепттерде қолданылады. Бұл көкөніс бауырды тазарту үшін сәтті қолданылады. Қызылша айран диетасы. Салмақ жоғалтуға арналған айран мен қызылшада бірнеше рецепт бар. Арықтауға арналған айран қосылған қызылшада бүкіл диета бар. Арықтап жүргендердің айтуы бойынша бұл сапалы әрі тиімді. Бұл диета 3 күнге арналған. Оның барысында сіз бірнеше фунт тастай аласыз. Диетаның мәні күнделікті 1,5 литр су мен айран ішу керек. Тағамнан сіз қайнатылған тамыр көкөністерін пайдалана аласыз. Бірнеше мәзір параметрлері бар. Сіз қызылша салатымен, айранмен дәмдеңіз. Сіз айран мен тамыр жемістерден коктейль жасап аласыз. Коктейль үшін қайнатылған көкөністі блендермен ұнтақтап, сол жерге айран қосу керек. Мұндай диетада суды тек тамақтану аралығында ішу ұсынылады. Арықтайтын қызылша смузиі. Арықтаған кезде қайнатылған қызылшаны жеуге болады немесе қызылша смузиін қолдануға болады. Сіз оны өз қалауыңыз бойынша қайнатылған немесе шикі қызылшадан жасап аласыз. Бұл сусын ағзаның инфекцияларға қарсы тұруын керемет арттырады. Денені тазартады, салмақты азайтады және теріні жақсартады. Әр дәмге пайдалы смузи дайындаудың әртүрлі рецепттері бар. Қызылшадан жасалған таза смузи. Пісіру үшін туралған, тазартылған қызылшаны блендермен шайқау керек. Шикі немесе қайнатылған болуы мүмкін. Екінші, қызылша және сәбіз смузиі. Тамыр көкөністерін қабығынан тазалаңыз, жуыңыз және блендерге бөліңіз. Біртектілікке дейін бәрін шайқаңыз. Келесі тамыр, балдыркөк және қияр смузиі. Сізге қажет 150 грамм қызылша мен қияр, 1 фунт жасыл алма, 50 грамм балдыркөк сабағы, 5 грамм зімбір тамыры. Барлық өнімдерді жуыңыз, тазалаңыз және кішкене бөліктерге кесіңіз. Өнім неғұрлым қиын болса, тілімдер соғұрлым аз болу керек. Барлығын блендерге салыңыз да біртекті массаға салыңыз. Зімбірді үккіштен өткізіңіз, қайтадан шайқаңыз. Диетадан қалай шығуға болады? Қол жеткізілген нәтижені сақтау үшін диетадан дұрыс шығу маңызды. Егер диета таза қызылша болса, дұрыс шығу үшін бірнеше қадам қажет. Қызылшадан жасалған тағамдарды кешкі астан алып тастаңыз. Көкөніс салаттарымен ауыстырыңыз. Таңғы асқа тамыр жемісті алғашқы күндері суға, сосын сүтке пісірілген ботқамен алмастырыңыз. Барлық жаңа өнімдерді кішкене бөліктерден және біртіндеп енгізіңіз. Бұл нәтижені
ұзақ уақыт сақтайды. Сіздермен бірге болған керек кеңес арнасы. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осы ақпаратым сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.